Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айдана Серікбаева. Мен бүгін сіздермен осындай өте дәмді, хит болып кеткен Whoopie Pie тортының рецебімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші осындай қайнап тұрған суға ыдысқа шоколад пен сары майымызды салып, сулы моншада біздің шоколадымыз бен сары майымызды араластыра отырып, ерітіп алатын боламыз. Біздің шоколадымыз еріп дайын болғанша, осындай таза ыдысқа 5 штук жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды салып, екеуін жақсылап аппақ көбік болғанша миксерлейтін боламыз. Егер миксеріңіз болмаса, кәдімгі венчиктің көмегімен де жақсылап араластырсаңыз да болады. Міне осындай болып, әдемі болып, көтеріліп, аппақ көбік болу керек. Одан кейін міне біздің шоколадымыз еріді. Енді осы шоколадымызды да осылай араластыра отырып, біраз суытып аламыз. Біраз суығаннан кейін осы біздің жаңағы массамыздың үстіне жай құя отырып, екеуін миксерлейтін боламыз. Ыстық күйінше құюға мүлдем болмайды, себебі біздің жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сол үшін шоколадты міндетті түрде суытып алыңыздар аздап. Екеуі бір келкі масса болғанша осылай үздіксіз араластырамыз. Оның үстіне осы ұн және де какао, разрыхлитель барлығын араластырып алып, осындай електің көмегімен өткізіп салатын боламыз. Міне електен өткізіп барлығын салып алдық. Енді мен бірден миксермен араластырмаймын. Себебі бірден миксермен араластырған кезде ұнымыздың барлығы шашырап, қолайсыздық туғызады. Сол себепті мен бірінші осылай асықпай венчиктің көмегімен жайлап араластырып аламын. Венчикпен аздап араластырып болған соң, миксермен осылай араластыратын боламын. Енді өзімізге қажетті форманы алып, оған пергамент қағазын төсеп, осы қалыпты домалақ етіп дайындап алатын боламыз. Міне осылай өзінің формасы қалды домалақ болып. Енді сол шеңберден шығармай, біздің жаңағы бисквитімізді жағып шығатын боламыз. Енді духовкаға 170-180 градусқа 5-10 минутқа пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Дәл осындай әдіспен барлық корждарды пісіріп аламыз. Және де духовкадан шыққаннан кейін, шамалы суығаннан кейін осындай менде арнайы кесіп алатын домалақ өзінің формасы бар. Сол формамен кесіп жиектерін алып тастаймын. Бір келкі әдемі болу үшін. Енді біз крем дайындауға кірісеміз. Менде 33% салқын сливки. Сливкиді сатып алып келгеннен кейін бірден қолдануға болмайды. Міндетті түрде холодильникте 5-6 сағаттай тұруы қажет. Одан кейін осылай таза ыдысқа құйып, миксерді жайынан бастап миксерлейтін боламыз. Миксерлеп бастаған кезде, егер сіздер бірден қаттысына қоятын болсаңыздар, сливкилеріңіз іріп кетуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде жай жылдамдықтан бастаймыз. Міне осылай сәл қоюланған кезде үстіне тағы да електен өткізіп, қант ұнтағын салатын боламыз. Мен 2-3 бөліп салып араластырдым.
Менің тәжірибемде болған, осы қант ұнтағын 2-3 бөлмей бірден салып жіберген кезде менің сливкиім іріп кетті. Сол үшін мен міндетті түрде 2-3 бөліп салып, осылай араластырамын. Және де осы сливкиге қант ұнтағын қосып араластырған кезде аздап сұйықтануы мүмкін. Одан қорқатын ештеңе жоқ. Қазір біз творожный сырымызды салған кезде өзінің қалпына келетін болады. Енді творожный сырымызды саламыз. Оны да 2 бөліп саламын. Және де творожный сыр менде Хохланд. Өздеріңізге қандай түрі ұнайды, соны сала берсеңіздер болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді барлығын тағы да жақсылап миксердің жай жылдамдығынан бастап араластыратын боламыз. Міне қалған творожный сырымызды да салып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Творожный сыр бір келкі болып, әдемі крем пайда болған кезде міндетті түрде өшіру қажет. Ары қарай араластыруға болмайды. Егер ары қарай араластырсақ, біздің креміміз тағы да сармайға айналып кетуі мүмкін. Міне осындай қоюлықта, және де бұлай ыдысты төңкерген кезде біздің креміміз өз қалпын сақтап тұруы қажет. Осындай арнайы мешоктың ішіне жаңағы Вопипай кремін жағуға арналған насадканы салып алдым. Енді оған жаңағы кремімізді саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, крем өз формасын сақтаған, өте әдемі, маған ұнады. Егер сіздер сәл өздеріңізге сенімсіздеу болып тұрсаңыздар, холодильникке тағы да 1-2 сағатқа қойып алсаңыздар болады. Мен қойып алған жоқпын. Көріп тұрғандарыңыздай бірден тортымды жаңағы кремін жағып әсемдеуге кірісіп кеттім. Дәл осындай қалыппен Вопипай кремі жағылатын болады. Менде дәл осы Вопипай торты 5 қатардан болады. Және де барлығын орналастырып кремін жағып болдым. Енді ең бетіне осындай шоколадты глазурды жағып, тағы да әсемдейтін боламын. Достар, менде осы жерде бір қателік кетті. Мен шоколадты глазурды ерткен кезде қатты сұйық болды. Сол себепті мен оны ұзақ ұстап суыттым. Сол кезде осындай қатты қоймалжың болып кетті. Егер сіздер осындай қоймалжың емес, тағы да сұйықтау болған қаласаңыздар, ұзақ ұстамай, шамалы сұйықтау кезінде осылай бетіне жағып, шет-шетіне әдемі етіп тамызсаңыздар болады. Менің жағдайымда шоколадты глазур қатты қою болғандықтан жақсы әдемі болып тамбай қалды. Түрі онша болмағанымен өте дәмді болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.